Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен осындай торттың декорына арналған жүрекшелерді жасауды үйренетін боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Үй жағдайында жасай беруге болады. Бізге бұндай жүрекшені жасау үшін осындай шекерден болмаса изомальттан жасалған осындай мұз кәмпиттер керек болады. Дәл осылай мұз кәмпит жасаудың рецептісін осы видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Видеода көрсетілгендей етіп, кәмпиттің үстін пакетпен жауып, осындай қатты затпен ұрамыз, майдалаймыз ұрып. Міне осы видеодағыдай етіп бөліп шығамыз. Екінші қызыл түсті кәмпиттерді дәл осындай тәсілмен бөліп аламыз. Осы майдаланған кәмпиттерден енді жүрек пішінін жасаймыз. Міне қыздар, біздің торттың декорына арналған жүрек тәріздес пішініміз дайын. Торттың декорын осылай әсемдеп көріңіздер. Өте оңай әрі өте әдемі көрінетін болады торттарыңыз. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.